Hocamızı başlayız bak. Бастайық. Қайырлы күн, құрметті біздің оқырмандарымыз, әріптестеріміз және желі көрермендеріміз. Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасында жастар креатив драйв жобасы тағы да эфирде. Бұл жобаның ерекше бір бағыты қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі бағыты. Осы жобаның аясында арулар аз болды ма атқа қонған атты кешімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің кешіміз Zoom платформасы және Facebook әлеуметтік желісі арқылы жүріп жатыр. Сіздерді бүгін осындай бір үлкен мерекелермен құттықтағым келіп отыр. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейлі мерекесі құтты болсын деймін. Ал республикамыздағы барлық балалар кітапханасында жағымды жаңалық 2021 балалар әдебиеті жылы құтты болсын. Және де балалар жазушысы, балалар алғашқы педагог Ыбырай Алтынсариннің де туғанына 180 жыл толып отыр. Ал біз үшін биыл ерекше дата. Осы Түркістан облысының руханият бағбаны Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасына да 60 жыл толып отыр. Әр эфирде, әр ауданда кездесіп отырғанда үнемі айтып отырамын. Біз осы 60 жылдыққа орай осы біздің кітапханамыздың жас креативті кітапханашылары 60 жылдыққа орай 60 ауылдық кітапханаға саяхатты бастаған болатынбыз. Бүгін біздің келесі саяхатымыз Созақ аудандық балалар кітапханасы. Әрине мен осы эфирді пайдалана отырып, осы Созақ аудандық балалар кітапханасының әріптестеріне үлкен алғысымды айтқым келеді. Неге десеңіздер, себебі сіздер Созақ ауданы бәрі біледі. Сіздердің өткізіп жатқан іс-шараларыңыз креативті, ерекше, жоғары деңгейде өтеді. Және де осындай әріптестік байланысты да насихаттап отырасыздар. Қандай іс-шара болмасын, сіздерге осы жаңа Ғали апайымызға хабарласып, осындай іс-шара өткізейік десек, үнемі жоқ демей, жоғары деңгейде өткізуге тырысады. Кішкентай жаңағы үтір нүктесіне дейін мән беріп, атсалысып отырады. Ғали апайға да үлкен алғыс айтамын. Және осы еңбектеріңіз әрдайым табысты болсын деймін. Оқырмандарыңызға осындай креативті іс-шараларыңызбен және озық үлгіде қызмет көрсетіп жүре беріңіздер деймін. Сіздерге табыс тілеймін. Созақ аудандық кітапханасы Бану Мұхажанқызы, сіз рахмет, ерекше құрметпен қабыл алдым. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қайырлы күн, кітапхана оқырмандар. Түркістан облысы Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасының жастар креатив драйв жобасы аясында арулар аз болды ма атқа қонған атты тарихи танымдық кештің кезекті шығаруында өздеріңізбен қауышқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Мен де Гүлсан әріптесім сияқты осы бір сәтті пайдалана отыра, биыл кітапхана үшін үлкен
керемет мерекенің бірі Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының директоры Мұңалбаева Үмітхан Дәуренбекқызының бастамасымен 2021 жыл балалар әдебиеті жылы жарияланды. Сонымен қатар балалар әдебиетінің атасы Ыбырай Алтынсарин атамның 180 жылдығы, сонымен қатар 60 жылдық тарихы бар Түркістан облысы Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасының 60 жылдық мерейтойы. Ал осы аталмыш қос мерекемен, мерейтоймен Түркістан облысы Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасының басшысы Зоя Оралбайқызын және білікті, білімді қызметкерлерін де аталмыш мерекемен құттықтаймын. Оқырмандарыңыз көп болсын, дәл осындай әдемі жобаларыңыз жүзеге аса берсін деп тілеймін. Олай болса, бүгінгі тақырып төңірегінде арнайы маман бізде қонақта. Сіздерді етене шақырып таныстырып өтейін. Ақын, тарихшы, журналист Мақсат Қарғабай ағайымызды бүгін сүбелі, жақсы, мәнді, мағыналы сұхбат болады деп ниеттеміз. Сәттілік серіктеріңіз болсын дейміз. Қош келдіңіз аға. Гүлсана, сөз сіздің өзіңізде. Қош келдіңіз дейміз сізге де. Қош көрдік. Адам бойындағы асыл қасиеттің бәрі ананың ақ сүтінен жаралып, күннің нұр шапағына әр алып, бір жаратын атам қазақ атам заманда білген. Алаш баласының ананы айрықша ардақтап, есімін асқақ ұстайтында содан болса керек. Алып анадан деп алыптың алыбы халықты анаға теңейтінде тегін емес. Шынында да ел бастаған көсем де, топты жарған шешен де, аузын айға бөлеген ақын да, семсерін көкке суарған батыр да, ой кенін қазған ғалым да, әлемді аузына қаратқан дарын да анадан туған ғой. Туған халқының атақ даңқын дәуірлетіп, дүйім дүниеге танытатын да солар. Ал солардың ананың ақ сүтіне жүгенбей, ақылына жығылмай кеткені кемде-кем. Демек, бұл дүниеде анадан асқан жан иесі жоқ. Бар тірліктің бастау көзі, әрі ұйытқысы, әрі тұтқасы, осы ана қарлығаштай қанатымен су сеу қашанда өз отбасын ғана емес, күллі отандасының тыныштығын қорғайды. Ел басына қатер төнсе, ерлермен бірге атқа қонып, өз халқының бейбіт өмірі шыбындай жанын қиып, қасықтай қанын төгуге әзір. Үй ішінің алаңсыз тірлігін ғана емес, ұлысының ынтымақ бірлігін ойлап, жоғында ерінің орнын басып, елінің қамын жейтін аналар да адамзат тарихында аз ұшыраспайды. Қазақ даласында әлемді таңдандырған абзал аналар мен үкілі қыздар аз болған жоқ. Намысын бермеу үшін жатқа қолдан арулар аз болды ма атқа қонған деген өлең жолдары дәл осы қазақ қыздарына арналғаны анық. Қазақ тарихының әр кезеңінде ерлігімен, даналығымен, парасаттылығымен барша жұртқа өнеге бола білген қазақ арулары аналарымыз жайлы әңгімелейтін боламыз. Мақсат ағай, сізге алғашқы сұрағымды қоя кеткім келіп отыр. Сіздің ойыңызша қазақ қызы қандай? Өз алдыңызға қазақ қызы дегенде қандай қызды елестетесіз, қандай қызды көресіз, және қандай қазақ қызын көргіңіз келеді? Рахмет, Гүлсана. Жаңа биылғы осы 2021 жылғы барлық мерекелермен құттықтаймын. Оның ішінде өздеріңізге қатысты саланың алшылығы, барша қазақ халқының кешегі осы қазір ғана аналар туралы айтып жатырмыз ғой, кешегі осы 86 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқан қыздардың ерен ерлігінің арқасында жүрген тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы баянды болсын. Жалпылама қазақ қызы деген кезде бізде 80-ші жылдардағы студенттеріміз
сол уақыттардың көзімен елестеткен кезімізде еркін, ойын ашық айтатын, ерке, ағасын аға тұтатын, ата-анасын ата-ана тұтатын, жайдары, көп нәрсені білгісі келетін, көштің басында жүретін елдермен теңес. Бізде жаңағы анау әйел баласын ел адамнан төмен ұстау деген жоқ. Қызын төрге шығарып өскен, төрге шығарып қызымыз жыламасын, ана қызы жылатпаңдар, ренжіп кетпесін деген сияқты ұлағатты отбасында тәрбиеде өскен қыздар, олар жаңағы ата-ананың қадірін біліп өседі, туған жерінің қадірін біледі, ағайын туысының қадірін біледі. Осы Созақ өңірінде Келіншектаудың тарихы, көптеген мынау кіземшек бөктері, Созақ ауданының төрт бұрышында да біздің қазақ қыздарының қолтаңбасы жатыр. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз қасиетті қазақ халқының негізгі тірегі астанасы болған 250-ге жуық әулие әмбиелер жатқан Созақ өңірі ежелден ақ дін мұсылман, кешегі шашты әзіз, қара бура әулиелер мұсылман дінін таратқан бағзы заманнан бастап ешқандай дін, ешқандай саясат, ешқандай қорлық, зорлық деген нәрселердің бәрін сол қарындастарынан, бауырларынан қорғап өткен. Соның үлгісі ретіндегі жаңа айтып отырмыз ғой, бір рудың аты, Айбике деген рудың аты, сол Батыр анамыздың атымен аталып кеткен. Оның ерінің аты емес, әйелінің атымен аталып кеткен. Мына Мыңжылқыдағы, Келіншектаудағы тас түйелер, одан кейін барып мынау біздің Биби Мариям анамыз осы жерде жатқан гауһар аналар, осының бәрі сол қазақ халқының қызды құрметтегендігінің айғағы. Соның арқасында біздің қазақ қыздарымыз қарап отырыңыз, Созақ ауданында білім саласы, денсаулық саласы, мына кітапхана саласы, солардың ішінде енді мақұл білім саласында қыздар мен жігіттер аралас, денсаулық саласында қыздар мен жігіттер аралас, мына кітапханада өңшет қыздар болғаннан кейін облыстың деңгейінде жаңағы өзіңіз айтпақшы озық кітапханалардың бірі болып отыр. Бұл біздің қыздарымыздың білімділігі, еркіндігі, ойын айта білуі мінекей. Осының өзі дәлел. Сондықтан да біз әр уақытта қызды құрметтеген, қадірлеген халықпыз. Сондықтан да қыздардан деген қыздардан сол қыздар арқылы дүниеге келген азаматтармыз. Сондықтан да қыздарды әр уақытта құрмет тұтамыз. Қыздың орны бөлек Гүлжанар. Рахмет. Мен ендігі сұрағымды сонау қазағымыздың аңыз аналарынан бастағым келіп отыр. Дүние жүзі тарихында батырлығы әрі даналығымен сақталған сақтардың ұлы патшайымы Тұмар, яғни Томирис. Тағы да бір сақ патшайымы Зарина. Сосын Ұмай Айшабегі жайлы айта өтсеңіз. Енді кешегі жаугершілік замандарда қай заманда болмасын, Ұлы Отан соғысы болсын, одан арғы жоңғар қалмақ шапқыншылығы болсын, кешегі Қоқан хандығы кезі болсын, барлығында да ерлермен қатар атқа қонып, жаңағы арулар аз болды ма атқа қонған демекші. Сол үлкен ағаларымен жаңағы Бопай ханым сияқты, Кенесары ағасының жаңағы Айтолқын сияқты, Албайдай әкесімен, Назым сияқты, Қабанбайдай әкесімен қосыла шауып жаңағы жауды түре қылып жүрген қазақ қыздарының тарихта қалуының өзіндік қасиетті бұл сақ массагет дәуірлерінде. Сондықтан да біз мынау сақ патшайымы дейміз Тұмар ханымды, Томирис деп айтып жүрміз, Заринаны, бұлардың барлығы солай қарап отыратын болсақ, Тұмарда да, Заринада да ең бірінші нәрсе ибалылық. Батыр болып тұрса да, ибалы қасиет, үлкенді сыйлай білу, жауды да сыйлай білу. Ол айтады, Кир жаңағы Парстың патшасына айтады, сіз ойланыңыз, халықты босқа қырып аласыз. Сізге соғысқан тиімді ме, жоқ әлде бейбіт жолмен өзіңіздің қамдылығыңызды жүргізе бергеніңіз тиімді ме? Олар ақылдасып,
Жоқ, біз осындай соғыс ашамыз деп отырмыз. Мен дүниенің бәрін жаулап болдым енді. Осы ең негізгі жүрегі дүниенің. Осы сақ жерін жаулап алсам деген ойым бар дейді. Сонда жаңағы қазір мына Сырдария өзенінің жағасында жаңа Киев патшасына осындай дарияның арғы бетінде соқсайық, бер бетінде соқсайық, қандай жер сізге қолайлы, жаңа қайта айтып алдынан өтіп мысалға. Соның бәрінде бас имей өзі қанға шөлдеп тұрған патша сол ақыры тағдырдың жазуымен шайқасқа түсіп, өзінің баласынан айырылса да, өзінің жерін, елін жау қолына бермеу, өзіне қарсы шыққан жауын табанына таптау, міне осындай намысшыл, жаңағы намысқой арын ішінде таптатпаған қазақ қыздарының бейнесін көреміз. Заринада да сондай. Енді оны көбіне мынау Заринаны біз енді мен өзімнен кейін жаным осы Иран тарихын зерттейді. 3-4 жыл Иранда да болып кетті. Сол кезде осы біздің қазақ халқынан гөрі мынау шығыс халықтарының ішінде Иран халқы Заринаны қатты құрметтейді екен. Оның рухын биік ұстайды екен. Ол туралы көптеген парсы жаңа Иран тілі ғой енді, парсы тілі ғой Иранда. Көбіне жаңағы осы Заринаны көп насихаттайды екен. Өйткені оны насихаттайтын себебі мынау жастарға патриоттық тәрбие беруде, жастарды отаншылдыққа тәрбиелеуде, жастарды ішінде ұл бала, қыз бала деп бөлмей отан біреу. Отан біреу болғаннан кейін жүрек біреу. Қыз ба ол, ұл ма, екеуінің айырмашылығы жоқ. Қыз болсаң да, ұл болсаң да отаныңды бірдей қорғау керек деген мақсатта туындаған. Бізде енді кейінгі кездерде көптеген фирмалардың аттары мысалға, көптеген мынау сән, дизайн ателье, жаңағыдай бір мода үйлерінің аттары, Тұмар ханның, Зарина ханның атымен аталып, Айша ханның атымен, Бегім ханның атымен аталып жатады. Бірақ бұған қуануға да болады, бұған кейде қамығуға да болады. Неге бізде әскери патриоттық клубтардың аты неге аталмайды? Оқу жаттығу, бізде қазір енді небір қыздарымыз шығыс жекпе-жегі бар, боксы бар, күресі бар, осындай үлкен іргелі бастамаларда жүрген кезде неге ойағында да сол батыл қыздарымыздың аттары қатар жүрмейді? Кешегі мысалға өзінің отбасының, өзінің сүйген жарынан бастап мысалға жауға аттанған Бопай ханым, Кенесарының ханы, Сәмекенің жұбайы. Міне осындай бірінші кезекте жеке басын, отбасын емес, бірінші кезектегі ұлттың қауіпсіздігін, ұлттың болашағын, ұлттың келешегін ойлаған біздің батыр аналарымыз бұлар тарихта мәңгі қалуы керек. Және осындай батыр аналарымызды насихаттап, осы өздеріңіздің жылдық жоспарларыңызға, айлық жоспарларыңызға қойып, халыққа осындай насихат жұмысын жүргізіп жатқандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Және сол аналарымыздың қолын қолдап, сіздерді қорғап жүрсін. Мен айтқаныңыз келсін. Мысалға амазонкалар жайлы естігеніңіз бар ма? Естуім бар. Айтып өтіңізші, осы амазонка жерде жаңағы қоныстанған олар қай жерде жаңағы? Бұлар енді бұлар бізде мынау Ніл өзені деп айтылады. Ніл өзені. Мысалы осындағы біздің кешегі кездегі бұл бір тұтас ұлтты сақтау, бір тұтас ұлт арқылы жаңағы соның салт дәстүрін, әдебиетін, мәдениетін, ғұрпын, оның кәсібін сонда ең биік нәрсе қойған мысалға бұл жердегі жерге байланысты. Жер, топырақ, дұрыс топырақ үшін мысалға. Міне осы бұл енді бізде мынаған кімдер, мысалға біздің амазонкаларымызда мысалға әрқайсының өзінің тарихы бар. Мысалға кешегі Сәбит Мұқановтың жаңағы ботагөзімен су шаш. Мысалға жаңағы Ақбілек, тағы бар, Ғабит Мүсіреповтің ұлпаны. Бұлардың бәрі сол біздің өзіміздің амазонкаларымыз. Онда не нәрсе? Онда жер менен, ана менен жердің байланысы. Өліп кетсе де ол өзінің жерін, өзінің туып өскен жерін, өзінің жаңағы өскен ортасын бәріне биік қояды. Өлімге бар.
Сондықтан да енді бұл көп нәрсені айтуға болады. Қазір уақыт қысқа болып тұр. дей тұрғанмен де біздегі мынау кейде қарнымыз ашып қалады. Біз енді жеңіл сыртқы ғана келбетін көретін сияқты болып тұрамыз. Қыз деген әдемі болу керек, демек дене мүшесі әдемі болып тұру керек. Қыз деген киім әдемі болып тұру керек. Қыз деген былай адам көрген кезде жағымды әдемі болып тұру керек дейміз. Жоқ, ол емес. Ең бірінші кезекте оның ішіндегі отанға, жерге, тілге, мынау болашаққа деген ішкі рухани мықты болу керек. Ал енді жаңағы біз айтып отырмыз, кешегі олар не үшін Амазонканы мысалға Амазонкалар туралы не үшін айтылады, не үшін фильм шығарылған, не үшін кітап шығарылған, не үшін олар насихаттайды? Олар насихаттайтын себебі туған жерменен физиканың заңдары, туған жерменен тартылыс байланыстары. Ал біздегі тартылыс байланыс не? Біздегі тартылыс байланыстың әсер еткен жері соңғы кездері біздің мынау дінімізге келіп, дінімізді аласапыран адастырып қалыпты. Жаңағы паранжай кию мәселесі, жаңағы әйел еркектен төмен ұстау мәселесі, жаңағы талақ деп 3 рет айтса болды, сен нәрсемен ажырасу мәселесі. Сондай жеңіл нәрселер кез келген Фейсбукта ашсаңыз бүйтіп айтады. Біреуге бір жақсы сөз айтатын болса, Алла разы болсын дейді да. Мақұл енді Алла разы болсын деп айтуға болатын шығар, бірақ Алланы ойыншық қылып алдық та біз. Анаған да Алланы айтамыз, мынаған да Алланы айтамыз. Автобустың ішінде шамалы оның мысалға айтатын орны болады. Ол жер автобустың іші мысалы қасиетті жер емес, біреу дәретсіз керек, біреу дәретсіз керек деген сияқты. Кезінде бәріміз де дінді жақсы көрдік, бізде кезінде имандылықты жақсы көрдік, жас кезімізде мысалға. Ол әр адамның жүрегінде қорыққан кезде бірінші Құдайды айтасың дейді ғой. Сондықтан да біз осы мәселеде шамалы ер азаматтар бірінші кезекте өзіміз әсер етіп алдық, өзіміз әсер арқылы қыздарымызды әсер етіп алдық. Енді кішкене заман түзеліп жатыр ғой. Алғашқы леппенен біз жаңағы пәленшемен бетімізді бүркеп жүретін болдық. Ақырында кейбір қыздарымыз бен жігіттеріміз Сирияға кетті ойбай. Міне осының бәріндегі байланыс, негізіндегі байланыс түпкі туған жерменен адам бойындағы рухани байланыстың күштілігінен деп ойлаймын. Рахмет. Тағы да тақырыбымызға оралайық. Қазақ тарихында біздің дана, шеше, ақылды аналарымыз да аз емес қой. Айта берсек өте көп. Қазақтың абыз аналары Домалақ ана, Бегім ана, Шейх Мұсаның қызы Қожа Ахмет Яссауидің анасы Қарашаш анамыз, яғни шын есімі Айша Биба туралы әңгімеліктеріңізші. Айша Биби туралы Бегім ана, Қарашаш аналар жайлы. Біздің дана, шеше жайлы. Бұнда енді жалпылама келген кезде біз осы 2021 жылдың январ айының, қаңтар айының 15-інде ма, 14 күні ма біз өзіміз редакцияда отырып, ақылдасып, алып анадан туады деген рубрикаменен Созақ өңіріндегі Төлеген Молбеков, Жаппас Қаламбаев, Файзулла Үмбөзов, Дулат Тұрантегі жазушы, күйші, ақын, жазушы, Сәурбек Бақбергенов сияқты, Асқар Сүлейменов, Төлеген Тоқбергенов сияқты көкелеріміздің жазушы, көкелеріміздің аналар туралы мәлімет жинадық. Сөйтіп, январ қаңтар айының 15-ші жұлдызынан бастап аудандық газетте бір бет арнап алып анадан туады деген тақырыпта циклмен 8 наурызға дейін жаздық. Аптасына 2 рет шығады. Кей газеттердің бетінде 3 бетке дейін, 2 бетке дейін алып отырмыз. Сонда біз Асқар Сүлейменовті әңгіме қылған жоқпыз. Асқар Сүлейменовтің шешесін әңгіме қылдық. Бізде дұрыс жаңағы Қарашаш, Айша анамыз туралы жаңағы ол кісілердің кешегі Қожа Ахмет Яссауи сияқты ұлы тұлғалардың дүниеге әкелген соларды кешегі Абайдың анасы сияқты дәретсіз емізбей қасиетті, қастерлі қазақ халқының бір
ұрпағын тәрбиелеген үшін біз ол кісілерге қарыздамыз. дей тұрғанмен де қазіргі уақыттағы созақ өңірінде шыққан бізде мысалға бір шежіре дайындайды. Көбіне ойбай қоңыраттардың шежіресі, ұлы жүз дулаттың шежіресі, әйтпесе жаңағы не тағы да бір рудың шежіресі, таманың шежіресі дейді. Сөйтіп өшең ер адамдарды жазады. Шежіреде ер адамдар кіру керек деп. Дұрыс, ер адамдар кіретін шығар. Бірақ ол ер адамдардың бойындағы асыл қасиеттер қайдан келді? Мысалға Файзулла Үрміз күйші, оған күйшілік өнер қайдан келді? Асқар Сүлейменовтің мынандай шымшып сөйлейтін, мысқылдап сөйлейтін, одан кейін сөзді тауып сөйлейтін қасиеті қайдан келді деген кезде шешесі айтудан келгенін біліп отырмыз. Мысалға жаңа көптеген осы жердегі осы созақ өңірінде мынау төменгі ауыл дейді, мына Өрқақпа ауылының да сол Асқар Сүлейменовтермен соның анасымен бізді көрші тұрған кісілерді айтады жаңағы әңгімеде. Біздің Асқар анасын алмай тапқан. Міне біздегі кейбір нәрселерді мынау кітапқа түсіп кетсе, әйелдің абыройы артып кетеді дей ма, шежіреде тек қана ер адамда ғана болу керек деген дұрыс шығар, бірақ негізінде де анасын алу керек. Оған қандай өнер қай жағынан келді, қандай қасиет қай жағынан келді деп мысалға айтып отырған Қарашаш анамыз бүкіл мынау мұсылман қауымының ол кездегі мына несін шығыстан келген мәдениетті әдебиет, шығыстан келген өнер бәрін түгел меңгерген кісі екен. Мысалға қасиетті кісі. Ал енді сондай қасиетті кісілерден өмірге келген бала қандай ұрпақ болады одан? Әрине қасиетті бала болады. Ол мысалға жаңағы өзінің ұлтын, дәстүрін, әдет-ғұрпын, салтын, санасын бәрінен жоғары біліп қояды. Мысалға Қожа Ахмет Яссауидің иманы хикметін алып оқысаңыз, оның ішінде өзінің тектілігі, осы қасиеттердің барлығы ана арқылы келгендігін өзі насихаттап отырады. Ана абай айтпақшы, менің ішімдегі сырымның бәрі өлеңімде дегендей. Барлық дүниені мен өзім сол өлең арқылы жұртқа жария етіп отырамын. Сол сияқты әрбір ақын, әрбір шығарма иесі, кешегі мысалы мынау Айша бибі анамыздың өзі тарихта бопайлардан кімнің адай руындағы бопайлар, мына кешегі мынау төрелерде Кенесары Қасым қызы бопай, сол сияқты мысалға біздің созақ өңірінде мысалға шашты әзілден үшеу бар бір созақ ауданында. 250-ге жуық әулиенің ішінде. Сол 250-ге жуық әулиенің ішінде 20-ға жуық әйел кісілер созақ өңірінде. Ол әлі олар зерттелмей жатыр. Біздің созақ өңіріндегі, мысалы мен айналып созаққа келе беремін. Анау Қабатықта ғана қанат деген бала қызылордасы бақтай береді ғой, әдемі реклама жасап өзінің туған жері. Сол сияқты созақ өңіріндегі неге бұл Бабатық шашты әзінен бастап, неге бұл Қараурадан бастап, қазақтың ысқақпақтан бастап, қазақтың қасиетті азаматтары неге соңғы тырысын созаққа келіп демалып жатады. Соңғы сапарын осы жерден бастайды. Өйткені бұл қасиетті өңір болғандықтан сол туған жердің жаңағы не дейді, мұсылман дінін таратушы болып келеді ғой енді. Мұсылман дінін таратушы болып келгеннен кейін осы созақ өңіріндегі бір тартылыс күші бар. Қасиетті Гаухар анамыз, мысалға Гаухар ана дегеніміз тарихта бесеуі бар, мен білетін. Гаухар анамыз біреуі осы жерде жатыр. Мысалға жаңағы ана Мария анамыз, созақ өңірінде Бибі Мариям, мынау Айбике анамыз, Ақбикеш анамыз, сол сияқты ол кісілердің бәрі сол мемлекеттік тұрғыдағы кешегі ана кімнің бір сұхбатын көрдіңіз ба, сол кезде анасының қалай сөйлейтінін, Әбіш Кекілбаевтың. Міне, Әбіш Кекілбаевтың анасы біздің Қарашаш анамыздың бейнесі. Қожа Ахмет Яссауиді қалай дүниеге әкелді, қалай тәрбиеледі, кешегі Ұлжан Зерелі Абайды қалай әкелді, олар соның сабақтастығы бүгінгі дәуірдің
қара шашы менен Айшасы менен қара шашы осы Асқар Сүлейменов пен Әбіштің шешелері. Бұл жойылмайды. Бірақ енді ішінде бізде жаңағы солар ойлап, мына ұрпақтардың несін, мәдениетін, ұрпақтардың ертең тәрбиелесін, солар ойлайтын пенделіктер болуы мүмкін. Мысалға Сұлтанбек Қожановтың шешесі Күләнда анамыз Алжирде Ақмолада жатқан уақытта қой бақты Күләнда әжеміз. Алжир деген Ақмола халық жауының әйелдері жататын түрме Ақмолада. Осы жерде үйіне түрмеден босап үйіне келген уақытта аяқ сүйретіп келген аяқ киімін киюге жарамайды дейді Күләнданың. Сонда жаңағы соншалықты мойымайтындығы, сосын кейін барып жаңағы тамақ ішіп отырған кезде ана орыстың әйелдері өңшең жаңағы Совет үкіметіне қарсы халық жауларының әйелдері ғой. Бәрінің мақсаты бір, бәрінің мұраты бір, бәрінің айтатын ойы бір, арманы бір. Бірақ жаңағы мынандай бір кесе көжені ішіп жартысын қалдырып Күләндаға береді ғой. Сонда Күләнданың қандай тазалығы ана қалған көже ішпеген. Аш болып тұрса да. Өйткені онда сондай бір тектілік бар. Сол тектілік мысалы кейінгі ұрпақтарда жалғасады. Сұлтанбектің шешесі Алмағыз, оның тектілігі қандай керемет, бір кітапқа атау болатын жоқ. Сондықтан да біз мынау өте жақсы бастама отырсыздар. Ендігі кезекте үлкен зиялы қауымдарымыз, мынау Мұхтар Шаханов көкеміз, кешегі дүниеден өткен Әселхан, айтпақшы жаңағының ішінде алып адам тұрады деген ішінде марқұм Татыбал Нарымбет көкеміздің анасы туралы да жазылған. Егерде кітапханаға керек деп болсаңыздар, олардың қандай бала болғандығы, созақ өңіріндегі тұлғалардың қандай бала болып өскендігі туралы бұл материалдарды сізге жіберуге болады электронды пошталарыңызға. Ол да жақсы нәрсе. Рахмет. Рахмет. Енді келесі сұрағымды қазағымыздың ару қыздары, Айнұр Шолпан, Қыз Жібек, Баян Сұлу, Құрқа деген қыздарымыз бар ғой. Сол жайлы әңгімелеп беріңізші. Енді бұл кісілер туралы барлығында дастан бар. Дастан жазылған. Оны Қыз Жібек фильмде шықты мысалға. Бұндағы сол уақыттағы бізде мынандай ұлыға бөлінушілік болғанда біз кейінірек соны мынау теріс жағын көбірек пайдаланып кеткен сияқты болды. Ондағы мәселе қан тазалығына байланысты. Жетатаға дейін қыз алмау, өзінің ұлының қызын алып қоймау, осы мәселе төңірегіндегі шыққан нәрсе, бұл кейінірек дүние жер таласы, жесір дауына айналып кетті ұрушылық. Соның мысалға жаңа кешегі Қыз Жібекте де сондай, киноның сценарийінде. Ал енді сол әкесіне дат айта білу, екі жауласқан жауды татуластыра білу. Бұл деген үлкен дипломатия. Бұған қаншама мысалға жаңағы шектіменен жаңағы екі ру, кіші жүзді екі ру арасындағы Жағалбайды. Жағалбай мен шектінің арасында қаншама қариялар жүреді мысалы. Қаншама елдің сыйлы ақсақалдары жүреді. Ақсақалдар белуарына түскен. Сол мәселені мысалға көзін орап, садақпен тәтуәлі сөз айтып, екі жақты кеңестірген Қыз Жібек. Айман Шолпанда да сондай, Найман-ұлындағы мәселелерге байланысты. Найман-ұлындағы. Бұндағы мәселелерде де. Енді біз Айман Шолпанды, Қыз Жібекті осы ғашықтық жырларын мектептен бастап жаңа әжемізге дауыстап беріп оқитын телевизорда келіп біз 8-ші класста көрдік телевизорда, өзіміздің үйімізде 8-ші класста көрдік. Оған дейін кітапханадан кітап аламыз, елімізде Қарағұл деген ауыл бар. Соған барамыз таңертең бірінші Алтынбаева Ақбала апай деген апай болатын кітапханашы. Сол кісі пимасымен жаңағы неге кітапханаға
кірген уақытта алтынай апай келіпті дейміз, қарды бірінші болып кешетін сол кісі қарды омалап келіп жаңағы кітапхананың иісі қандай керемет. сол жерде біз жаңағы қыз жібекті, айман шолпан, ертарғын, тағы не бар, біздің ғашықтық жырларымыз, батырлық жырлар, солардың бәрін әкеп әжемізге оқып берген. Содан қалған нәрсе. Енді бұндағы мәселе не? Бұндағы мәселе біріншіден енді кезінде бұл әңгіме болып шыққан болса, кезінде кино болып шыққан болатын болса, бір әйел теңдігі сол кезде сценарий бойынша өтіп кету керек, жарыққа шығу үшін. Сондай мәселелер төңірегінде шамалы кинолардың, әдебиеттердің былғанғаны рас. Бірақ дей тұрған кезде негізгі түп мәні оның. Негізгі түп мәні мынау ер адамдардың атқара алмайтын істерін атқарған әйелдердің дипломатиялық елшілік қасиеттері. Одан кейін барып жаңағы билік, қазір айтып жатқанымыздың ақсақалдар алқасы, әйелдер кеңесі, әжелер кеңесі, аналар ұйымы деген сияқты неше түрлі нәрселер шығып жатыр ғой. Соның түпкі мәні біздің мынау мәдениетімізді, әдебиетімізді, салт дәстүрімізді, жаңағы дәстүрімізді кейінгі ұрпаққа сабақтай жеткізу мәселесі. Енді рас, ол уақытта өзін ұнатпайтын, сүйген жарына ұнатпайтын адамына беріп жібереді. Жаңағына неде дастанда жазылғандай. Әйтпесе жаңағындай екінші тарап жесір дауын араласады. Үшінші тарап сол жаңағы бір ұлттың қызы жоқ, ұлы жоқ екен бас көтеретін. Әйтпесе басқалай бір сол елдің намысын жыртатындай азаматы жоқ екен, соны басылған сияқты болған нәрселер де болады оның ішінде. Соның бәрі қарап отыратын бүгінгі қоғамда да бар. Сондықтан да біздің әйел аналарды қастерлей білу, қадірлей білу. Одан кейін достық, қыз жібектің ішінде тек қана бастан аяқ қыз жібек емес, оның ішінде жаңағы Шегенмен Төлегеннің достығы, кинода шамалы кімді Асанәліні шамалы біртүрлі көрсетеді, кімді Асанәлі Бекежанды. Ал енді ол өмірде дастанда жаңағы қыз жібек дастанын оқысаңыз, ол қыз жібек дастанда керемет батыр, бір елдің азаматы, айтқан сөзінде тұратын, жаңағы уәдеге беріп, сондай мықты азамат. Кейде ойлаймыз ғой, неғып Төлегенде неғып киносында негізінде Асанәлі нағыз қыз жібекке сай Асанәлі ғой деп ойлайсың, жырды оқыған кезде. Бұның өзінде біздің қазақ қыздарының келешек ұрпаққа алдағы өсіп келе жатқан, алдағы дүниеге келетін қыздарымызға деген бұл үлкен бағыт бағдар деп ойлаймын. Жауабыңызға рахмет, Мақсат аға. Келесі сұраққа өтсем, қазақтың ханым қыздары Рабия Сұлтан бегім, Бопай ханым, Айғаным ханым, Фатима Тоташ, Күнімжан ханымдар жайлы не айтар едіңіз? Иә, Күнімжан ханым туралы айтқанда кешегі орыс бодандығында өзінің балаларын жаңағы кепілге қойылған уақытта да соншалықты басын биік ұстап, осы қазақ халқының мүдесі ғой бұндағы мәселе. Сол батырларымыз. Енді арғы шеті Ұмай ана дегенде біздің әжелеріміз жаңағы бесікке бала салып жатқан кезде, одан кейін сақтасаңыздар. Аналарымыз жаңағы босанатын жақсы келдер. Жақсы келдер. Өшіре қойыңыздар, құрметті әріптестер, бізге кедергі тиіп жатыр. Онда енді карточка жазамыз ба? Карточка жазамыз ба? Кентау балалар кітапханасы. Микрофондарыңызды өшіріңіздерші, кедергі жасап жатсыздар. Жалғастыра беріңіз, Мақсат аға. Мысалға, кезінде осы босануға жататын әйел аналарымыз, сол уақытта әйтпесе кішкентай жаңағы сәбилерді бесікке салып жатқан уақытта аналарымыз Ұмай анаға табынатын. Ұмай ана дегеніміз ол қай ғасырда болған, қай заманда болған, жаңағы Бопай ханымды да осы Кенесары туралы зерттеп жазып жатқан кісілер туған жыл есін таппай жатыр ғой. Көптеген біздің атақ тарихшыларымыздың өзінде. Бірақ дерек бар.
ал енді сол сияқты ұмай анамызда тарихтағы бір бейне, бір сақтаушы, бір қорғаушы ұмай анаменен от егіз. Қай уақытта ұмай ананы айтады әжелеріміз, міндетті түрде қолында мынандай қалақшасында от болады. Сол отпенен мынау шаманизм дейді ғой, Алтай таулы аймақтардағы дейді, Алтай мынау Сібір елдеріндегі біз мынау Тыква, Қалмақ деген сияқты нелерде, осы итжеккен елдерде, осындай елдерде мысалға отқа табыну, оттың үстінен серпіліп өту, жаңағыдай басынан тұзбенен отпен айналдырып, соны жаңағы отқа тастау деген сияқты бір мифологиялық бейнедегі аналарымыз. Жатар кезде әжелеріміз мысалға Ұмаяны бірінші Құдайға, екінші Ұмаянаға сеніп жататын. Бір жаққа анамыз сапарлап кетсе, үйде шешесі немесе енесі Ұмаянаға тапсырып жататын. Құдайсыз, имансыз адам жоқ дейді ғой қазақ халқында. Сондықтан да сондай үлкен сенімнің, үлкен бір тіректің, сондай қасиеттерінің иелері деп есептейміз енді мысалға. Енді қарап көріңіз, Алпамыс батыр жырында анамыз мысалға қаншама жерде жүріп, мысалға осы Бабатүк Шаштаразиге сыйынып, Жиделібайсын жерінде, Қоңырат деген жерінде, Байбөр деген Байбөрту, Түріктегі Сайбөрту, қанша дүние, қанша байлығы бар кісі, оның жұбайы аналған Байбөрмен екеуі. Мынау Құмбетке келіп, Бабатүк Шаштаразиге келіп сыйынып, Алладан бір бала тілейді. Сол уақытта жаңағы осы тілегі қабыл болып, өмірге жаңағы ұл мен қыз өмірге келеді. Міне осының өзінде де бізде жаңағы анаға деген құрмет, анаға деген жаңағы солардың пірі, төрт түліктің пірі қандай болады мысалға? Сексек ата, жаңағы Шопан ата деген сияқты, сол сияқты ол аналардың пірі Ұмай ана, сыйынатын. Сондықтан да біз енді әр уақытта осы ескі рухани жаңғыру дегеніміздің өзі, кешегі елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру дегеніміздің өзі осы өткен тарихымызды жаңғырту, өткен тұқиянымыздағы жаңағы тұқиянымыздан келе жатқан ескі әдет ғұрып салт дәстүрлерімізді жаңғырту. Мысалға әдебиет деп аталады. Адабият, маданият, руханият. Руханият өткен тарихыңды білу, маданият мәдениетіңді білу, адабият әдет ғұрып, қазір біздің әдебиетіміз сол, әдет ғұрып, жақсы қасиеттерін үлгі етіп алу деген мағынаны білдіретін сияқты көрінеді. Сондықтан да біз енді сол ескі тарихымызда осындай шаралар арқылы, қазір енді онлайн болып тұрады, біз осы жерде 10-15 бала оқып көріп тыңдаса мысалы, қандай керемет болады, көптеген хабарлар шығып мысалы. Сондықтан да мына істеріңізге береке тілеймін. Жауабыңызға үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, құрметті әріптестер, естеріңізге сала кетейін. Бүгін бізде тікелей эфирде Созақ аудандық балалар кітапханасымен бірге шығып отырмыз. Және біздің бүгінгі кешіміздің қонағы ақын, журналист, тарихшы Мақсат Қарғабай ағамыз. Мақсат аға, мен қойған сұрақтардың бәріне толыққанды жауап беріп, әрқайсысына тоқталып, ару қыздарымыз болсын, батыр қыздарымыз болсын, аналарымызға әрқайсысына тоқталып, жеке-жеке бөліп, түсіндіріп айтып бергеніңіз үшін сізге үлкен рахмет. Әзірге менің сұрағым осымен тамам. Және мына жерде тікелей эфирде бізге ауылдық, аудандық әріптестерімізден жылы пікірлер келіп жатыр екен. Істеріңізге сәттілік, керемет өтіп жатыр деп пікірлер жазыпты. Үлкен рахмет, бізбен бірге болыңыздар дейміз. Бізбен бірге соңына дейін қалыңыздар. Керемет сұхбат жүріп жатыр. Және Мақсат ағамызға қойылатын сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, міндетті түрде оқып, сұрақтарыңызды қоятын боламыз. Ал Бану Мұқажанқызы, келесі сөз кезегіңізде. Рахмет сізге, Гүлсана, үлкен рахмет. Өте тарихтың қойнауынан біраз сыр шерттіңіздер, біраз тереңдетіп өзіне бір ерекше бір әсер болған жайында. Мақсат ағай тыңдасақ, тыңдай бергіңіз келеді. Енді Мақсат аға тарихтың қойнауынан біраз сыр шерттік.
сонау бала кезімізден батырлықтың, рухлықтың, қайсарлықтың бір көзі бұл тәңірмен мәншіп бірдей көз алдымызға келді. Содан қала берді 1986 жылы болған желтоқсан көтерілісіне қатысқан қаншама бозбақ қыздарымыз бар. Енді сіз сол желтоқсан көтерілісіне қатысқан азаматтың бірісіз. Енді сол төңірегінде батырларымыз жайында, сол оқиға жайында кеңінен тарқата әңгіме берсеңіз. Мен 1986 жылы Алматыдағы Малдәрігерлік институтының бірінші курсына түстім, 86 июнь айында аттестатымызды алып Алматыға келдім. Алғашқы жаңағы ауыл шаруашылық жұмыстарына жібереді ол уақытта. Мақта тереді, жаңағы алма тересін, темекі тересін, картоп тересін, ауыл шаруашылық жұмыстары совхоздарда. Сол бітіріп дегеннен кейін осы қыс айында жатақхана алдында квартирада тұрғанбыз, пәтерде кейін жатақханадан орын алып қараша айының ішінде. Кейін желтоқсан көтерілісі болды, ол енді ол уақытта оқиға дедік, арасында көтеріліс дедік, негізінде қазақ халқының жастарының санасының озық екендігін бүкіл 15 республика кеңес үкіметінің шынжырына бұғауланып жатқан уақытта ең бірінші бұғауды үзген қазақ жастары. Кейінірек алды енді тәуелсіздікті 5-6 мемлекет алып болғаннан кейін алды, бірақ сол мемлекеттер қазақтың жастары тек қана қазақ мемлекетіне ғана емес 15 республикаға бостандық берді. Қазақ жастарына 15 республиканың астанасынан қазақ жастарына деген ескерткіш қойса да болады. Өйткені ең алғашқы бұғауды бұзған осы Алматыдағы 86 желтоқсан оқиғасы. Біз 94 жылы Қуаныш Айтаханов аудан әкімі болып тұрды, мен сол кісінің көмекшісі болдым. Сол уақытта 94 жылы ең бірінші Айтаханов Созақ ауданындағы желтоқсан ардагерлерін жиналып тапсырды. 94 жылы, 3 жыл, 91-де тәуелсіздік алдық, 3 жылдың ішінде бар ғой. Ол уақытта желтоқсан көтерілісіне қатысқан дегендерді естіп болса қорқатын сол. Сонда Айтахановтың мықты азамат екендігі бүкіл кейбіреулер даже қызметтерінен қорқып қарсылық деп айтамаған жігіттер болды. Сөйтіп 94 жылы ең бірінші біз ол кезде айтып отырмын, аудан әкімінің көмекшісімін, ең бірінші 7 адам жинадық. Сөйтіп мен төрағасы болып сайландым. Адам жоқ. Қазір 26 болды. Кейінірек үйреніп барып келді. Ішінде біздің Созақ, біз енді мақұл Ләззат деп айтамыз, Сәбира деп айтамыз. Дұрыс, тағы да айналдым Созаққа келемін. Созақ өңірінде 26 азаматтың ішінде бізде Гүлнәр Есенқұлова деген қызымыз бар, Қарақұр ауылында тұратын. Қаншама азап көрді, оқудан шықты, үйіне келді, әкесін совхоз директорлығынан босатты, партиядан шығарды, өзі оқудан шықты, ақырында өзіне қол жұмсап, үйден секіріп өлімді. Сондай азапты көрген қызымыз мысалға ол Ләззат пен Сәбираның ерлігіне кем емес. Біз мысалға көбіне осындай көрмелерге барамыз, кітапханаларға, мектептегі жиындарға. Сонда Сәбира мен Ләззат тұраттағы, соның қасында да Гүлнәр жоқ дейміз. Созақ ауылының қызы ол. Неге біз батырды кезінде, Союздың кезінде мықты батырларды Олег Кошевой, Белорет Котик деп орыстардан іздейтінбіз, батыр пионерлерді. Біздің өзіміздің батырларымыз тұрған. Сол сияқты қазіргі идеология біз жұртқа танымал болып кеткен, көп насихатталған. Ол мысалға тамнан секіріп Гүлнәр қайтыс болып кетсе, Гүлнәр сол уақытта оны ескертетін. Ол тырғап кеткен жазығы ма дейсің. Сол сияқты кешегі жаңағы айтып жатқан Бопайдың, кешегі айтып жатқан Тұмар ханымның жалғасы осы Гүлнәрлар. Қазір бізде 26 болды. Соның ішіндегі Алматы қалалық прокуратурасынан ақталған жаңағы Гүлнәр бауырымыз, одан кейін мен ақталдым қазір. Өзімізде Созақ желтоқсан ардагерлері деген қоғамдық бірлестігіміз бар. Сондағы көбіне мынау айта бергісі келмейді. Біз осындай қылдық, біз өстіп жүрдік, біз соның ішінде болдық деп.
ол қатысқан азаматтар көп айта бермейді. Өйткені енді ол жерде айтылатын нәрсе ол қантөгіс, өзінің жанын қорғау, одан кейінгі тергеу, одан кейін абақты қаншама қыздарымыздың жүрегіне ағына тақ түсті, шашы жұмды, осындай мәселелерді мысалға ендігі кезекте мысалы қазірдің өзінде соның өзінде 35 жыл болыпты. Сол кездегі 20-дағы қыз қазір 50-60-қа келіп қалды мысалы. Алды 70-ке келгендер бар. Сондықтан да біз осы желтоқсан көтеріліс биыл мысалға 35 жыл дегенде осы бүгінгі таңға дейін бір көп жерлерде мысалға осы 86 жылғы желтоқсан көтерілісіне байланысты іс-шара өтіп жатқан жоқ. Онлайнды сылтауратып отырмыз. Пандемияны сылтауратып отырмыз да, енді ертең 16-сы, 17-сі, 18-сі күні бүкіл ауданның мектептерінде өтеді да, тек 16-сы, 17-сі ғана керек. Ұлы Отан соғысының 9 май мерекесі 8-і, 9-і, 10-і күні ғана өту керек. Ол жыл бойы өту керек, патриоттық тәрбие ғой. Жаңа жыл басталғаннан 31 декабрьге дейін. Мына 35 жылдығымыз. Қазір енді тәуелсіздіктің 30 жылдығының көлеңкесінде тұр. Желтоқсан көтерілісіне 35 жыл, ананың көлеңкесінде тұр да. Сондықтан да біздер мына желтоқсан көтерілісіне қатысушы азаматтарды, олар өздері шақырмаса, өздеріне шамалы кесек келсе деп айтпаса, олар келмейді. Өйткені олардың келмейтін себебі, олар келетін болса желтоқсан көтерілісі болмау керек. Олардың қасиеті сонда. Көптеген азаматтарды тарттық, бірлестік аштық, өзіміздің Нұр Отан зданиясының бір бөлмесін берді төрағасы, мына бөлмені сіздер алыңыздар деп. Енді жаңағыдай Сұлтанбек Қожанов атындағы мұражай дайындалып жатыр. Соның ішіне солардың заттарын қоямыз. Желтоқсан аудан әкімі болып тұрған Исаев Мақсат Шамасұлы деген азамат Созақ ауданындағы желтоқсан көтерілісіне қатысушы азаматтардың арнайы альбом кітабын шығарып берді. Жаңағыдай қолына келсе әйтеуір көмектесу, жаңағы іс-шаралар өткізу, ол өткізілген іс-шаралар желтоқсан көтерілісіне қатысқан адамдарға керегі жоқ. Оларға қажет емес, олар үйінде отыра беруге болады. Олар мына өсіп жатқан бүлдіршіндерге керек, тәрбие беру үшін. Біз соған жұмыс жасаймыз. Кеше айтып жатыр ғой, мына шешендік сөздер туралы үйірме ашамыз деп осы деді. Мен айттым, маған айлығымның қажеті жоқ дедім, айлығымды. Маған қажет 3 сағат, 4 сағат уақытты мен балалардың алдында қазақ әдебиетіндегі шешендік сөздер туралы басқа да түрде сонда сабақ өтіп берейін. Айлық алу керек та, сіздің мамандығыңыз зоотехник екен дейді маған. Сіздің мамандығыңыз зоотехник екен, сіз филологияны қазақ тілі әдебиетін бітіргенде сізге айлық төлейтін маған төленбейді дейді. Төленбесе төленбей қалсын. 3 сағат уақытын мен бөліп оқып беремін, лекциямды оқимын, балаларға түсіндіріп айтамын. Сол сияқты әр азамат өзінің жерінде, еліне, ауданына, ауылына патриот болу. Желтоқсан көтерілісіне қатысқан азаматтар жоғары дәрежелі болу. Жаңағы патриоттық тәрбие жұмыстарында деп ойлаймын. Мақсат аға, шайдан алып отырмыз. Шай көрсеттім. Шай ішіп отырмыз. Енді бізді көріп отырған әріптестеріміз, оқырмандарымыз төрден орын алып отырған арнайы кітап көрмесі жасақтадық. Онда көркем әдебиеттегі аналар бейнесі, онда тарихтан, сонымен қатар көркем әдебиетке тоқталдық. Енді ақын жазушылардың қай-қайсысын алып қарасақ та, ана тақырыбында қалам тартпаған ақын жазушылар кем-де-кем шығар. Бұл аналар тақырыбына көпте үлкен қандай көрме жасасақ та артықтық етпейді. Енді Мақсат аға, тарихтың қойнауына біраз сыр шертті. Аңыз әңгімелерімізді үйретіп тыңдап жатырмыз. Енді жаңа сөздің басын арқау еттік қой, көркем әдебиетке көптеген ақын жазушыларымыз ана тақырыбында қалам тербеген. Соның бірінен не көріп тұрғанымыздай, Сайсынхановтың Су шашы, Бейбет Майлиннің Ұлпаны деген сияқты, Шырхан Мұхтар Аймен Айша енді тізбектей берсе өте көп. Енді көбінесе жаңа сөзіңіздің басыңызда өзіңіз арқау еттіңіз. Ұлы Абай Құнанбаев атамыздың әдебиет әлемінде әжесінің баласына берген тәлімі мен тәрбиесіне сол сияқты енді бізді көріп отырған оқырмандарымызға көркем әдебиеттен
аналар тақырыбында ерекше жазған осындай әсер қалдырады, осыларға кеңес беремін деген сияқты өзіңіз көрсете отырсаңыз. Иә, мен өткенде қызым жаңағы Айдын деген қызым бар, мен сол қызым сұрады да, қандай кітап оқуға кеңес бересіз маған. Сосын мен ұлпан дедім. Қарлықты суреттің ұлпан романы. Бұндағы жазу стилі, ұлпанның образы, енді жаңағы бота көз Сайдымхан Сушаш. Одан кейін жаңағы Шұған белгісі, Мұхтар Әуезовтің кім жазды, Шерхан Мұртазаның Егемен Қазақстан арқылы таныстым мен. Бүкіл Ай мен Айшасын Егемен Қазақстаннан қиындығы оқып алып, қайшымен қырқып алды. Қачы кісі бар да. Енді оның бәріндегі негізгі айтылатын негізгі арқауы жаңағы мынау не деп айтамыз? Ананың бүкіл біздің ұлттық болмысымызды атадан балаға беретін алтын көпір. Ол әкенің ақылы, әкенің сүті, әкенің жаңағы қамшысы, әкенің тұтқағаны, ол да тәрбие. Ал екінші мынау ананың тәрбиесі. Сондықтан да бұл біздің руханиятымыздың, аналарды деп айтуға болады, біздің руханиятымыздың алтын кірігі болады ананың. Бүгінгі ана, ертеңгі әже. Ертеңгі әже деген сөз, ана немерені тәрбиелейтін, жетектеп жүретін, соған ақыл кеңесін айтатын, құласа жаңағы сүйеп тұрғызатын бір-біріне. Ол да әжесін немересі алып жүреді, немересі әжесін алып жүреді. Екеуі бір-бірінсіз не емес, жаңағы бір-бірінсіз өмір сүре алмайтын ұғым, бір теңде. Сол сияқты олар тек қана сол үндесіп қана жүрмейді. Әже бала немересіне көрген білгенін айтады, немересі әжесінен өзіне керек нәрсесін алады, керек емесін қабылдамай қояды. Міне, соның айналымында осы жазушыларды жаңа өзін айтпақшы, әйел баласына, анаға, қазақтың батыр қыздарына, аруларына мейлі олардың тағдыры аянышты болуы мүмкін, аянышты болып аяқталуы мүмкін шығармасын. Бірақ ол аянышты болған жағдайға дейінгі оның өмір тарихы, оның адамгершілік, оның жаңағыдай ұрпақтар сабақтастығын жалғау мәселесіндегі үлкен толғаныстар. Бұл әрбір үйде тұру керек. Домбыра бірінші кезекте, екінші жаңағы біздің Сәбиттің, Мұхтардың жаңағы барлық кітаптар мысалы. Біз енді кейінгі кезде кітаптың саны көбейіп кетті, кітапты мынау фото, интернет деген шықты ғой. Бетілғанмен бұл кітаппен байланыс өмірі үзілмейді. Әшейін уақытша ғана нәрсе. Бір замандарда 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін кітапханаға адам шығай алатын уақыт болды. Осыған қайтып. Өйткені адамға мысалы кеше кеңес үкіметінің кезіндегі идеологиямен өмір сүрді. Қазір бізде идеологиямыз дін болып кетті. Негізінде мешіт, дін, анау мынарда кітапхана үй тұр, мынарда жол тұр, жолдың арғы бетінде мешіт тұр. Жаңа мен келе жаттым, жұма намаздан шығып жатқан адамның жастарда есеп жоқ. Далада оқып жатыр, ішке сыймай. Ал енді кітапхананың қасынан өтіп кетеді. Мына кітапханадан оқысаңдар, осы ғой сендерге имандылық, осы ғой сендерге керек дүние, осы ғой сені маңыз неге беретін. Мақұл, имандылық та керек шығар. Оны да қосымшалы біздің ұлы тұлғаларымыз кешегі Ахмет Байтұрсынов, бүгінгі кешегі заманғы орта замандағы мұқағалилар, Құдай туралы, дін туралы бәрі айтып кетті ғой, жақсы-жақсы. Өлеңдерін жазды, жақсы-жақсы, әңгімелер айтты, жақсы-жақсы. Оны да естен шығармау керек. Бірақ дей тұрғанмен де жастарымыз кітапханаға бет бұрса, мынаны оқыса дейміз де. Енді Мақсат аға, тағы да шайланып отырмыз. Әңгімемізді басылып жатыр. Мақсат аға, тарихтан тіршілікті көркемдік әдебиет әлемінде айналып өтпек бар білгеніңізді бөлісіп. Енді Мақсат аға, қоғамда мынандай ұғым қалыптасқан. Көбінесе бала тәрбиесіне тек қана аналар жауапты. Аналар тәрбиеге қарайды, сабағын қадағалайды деген сияқты. Ал отбасының ұйытқысын келтіріп, асырау бағып қағу ол әкеге.
Жалпы менің айтайын деген дүнием. Сіздің Айдын есімді ару қызыңыз бар. Иә. Ағылнат Өтісай. Жалпы осы мақсат ағамыз қыз тәрбиесіне қаншалықты көңіл жүрді? Қыз тәрбиесінде Айдын қызыңызды қалай тәрбиеледіңіз? Өзіңіз жайлы әңгіме етіңіз. Біз жаңа осы ауданда, мен ауылдан көшіп келгеннен кейін, бірінші осы неде жеңістің 50 жылдығында 95 жылы жеңістің 50 жылдығына дайындық болатын болды да, мен ол кезде жаңағы әкімшілікке келмей тұрған кезінде Миясы комбинатта жер тұздаушы істейтінмін. Жұмыс жоқ, диплом бар, жұмыс жоқ. Сол кезде жаңағы айтысқа осындай қатысып, сөйтіп айтыстан бас жүлде алып, сөйтіп аудан әкімшілігіне келдім, қызметке 94-93-94-те. Сөйтіп жаңағы Қуаныш көкеннің үйімен көрістірдік Айтахановтың үйіне. Сөйтіп бір күні балаларды алып, сол кісінің үйіне бардым. Сөйтіп балаларым папа деді. Сөйтіп Қуаныш көкен Айтаханов, сен мақсат балаларын сені папа деп айтқан деді. Ал ол кісінің балалары көке дейді екен. Сосын енді мен оларға, кішкентай балаларға мен көке деп айтыңдар деп айтайын десем, бүйтіп айтпақшы Қуаныш ағамыз. Көке деген көк тәңірі, көк бөрі, мына көк аспан. Сендерді осы көкке тіреп теңеп отыр бала. Баланың тілегі періштенің тілегімен бірдей қабыл болады. Ал папа деп не айтатынын білесің ба деді. Папа деп қандай жануарды шақыратынын деді. Папа деп. Сондықтан да өзінің құқығы негізінде көке деген жақсы ғой деді әшейін. Сонымен қалай үйретеміз? Базардан ана 5 теңгелік кәмпиттер бар мынандай. Содан аламын, үшеуін. Көке деп айтқанда беремін. Папа дегенде бермеймін. Сосын кейін барып, 2 ұл, 1 қыз. Жаңа қызым дизайнды бітірді, жаңа модель тігінді бітірді. Өз жалғыз қыз маған жақын болды. Сосын кейін балалар мамасына жақын болды. Қыз маған жақын болды. Сосын кейін барып, осы кітапхананың іс-шарасына түгел қатысып жүрді. Сосын кейін жаңағы мектептегі іс-шараларға қатысып жүрді. Енді мен 3 баламды да ешқандай барлық шараларға кітапханадан звондайды, Мақсат ағай қыздарыңыз қатыссын, балаларыңыз қатыссын. 11 классқа дейін үшеуі де қатысты ғой сіздерге. Енді кейінірек сол өмірімде ешнәрсе жаман болған жоқ. Соның арқасында адаммен танысып, әдебиетке жақын болды. Институтта екеуі журфакты бітірді, қазір оқу орны да жақсы болды. Сондықтан да енді ол кейбір мен енді аудан бойынша 36 мектептің ата-аналар комитетінің төрағасы болдым ғой. Әлі де төрағасымын. Балалар бітіріп кетсе де төрағасымын. Сонда жаңағы кейбір мектеп мекемелердің қызметкерлері айтады, менің ата-аналардың жиналысына шақырсақ айтады, менің жұмысым жоқ па? Мен сол балаларды асырау үшін отырмын ғой бұл жерде. Не ол? Не айтасыңдар ол жерде? Қаншадан жинаймыз дейді. Мектепке қаншадан жинаймыз кассасына деген сияқты. Оны бере салам ғой мен деген сияқты әңгіме айтады. Ондай емес. Ертең сен ана қыздың кешке барып жылап тұрған кезінде қасында қайтып жұбатасың сен оны. Ұялмай қызармай. Қызың жылап тұр, 15 бала қалды, 10 бала қалды. Қасында тұрып, қалай сен қасында тұрып қызыңды жұбатасың? Сен оның ата-аналардың жиналысына бармасаң, сабағына бармасаң, мұғалімін танымасаң, класс жетекшісінің кім екенін білмесең, қызының қасында жүрген 5-6 подружкасы кім екенін, оның әкесінің кім екенін, олар қандай әңгімені тақырып айтады, соны білмейтін болса сен не білдің онда? Сенің жұмыс істегенің не, сенің миллионер болғаның не, сенің қызметкер болғаның не, ақырында болмағаннан кейін біз мекеменің басшысына хат жаздық. Жолдас Тариши, сіз мына қызметкеріңізді ата-аналар комитетінің жиналысына жіберіңіз. Ол сіз адамның құқығын қорғау деп жаңағы конституциялық құқығына, заң шеңберінде, неке және отбасы заң аясында ана кісі 2-3 сағат айына, аптасына баласының сабағына баруы тиісті, ата-аналар жиналысына баруы тиісті деп. Кейінірек қазір енді балалардың институт бітіргендерінде 2-3 жыл оқып қойды ғой мектепте. Енді мен оқып жатқан үйде балалар жоқ, мектеп қабырғасында оқитын. Мен енді бір баласы бар ата-ананы тағайындасаңызшы, менің орныма сайласаңыздаршы десем,
Мақсат сіз бола беріңіз әзірде сонымен қазір 5-6 жыл болды. Сол бүкіл халықтың баласы менің балам есебінде бар. Бәрекелді, тамаша. Рахмет сізге Мақсат ағай. Неке бала ұяда неміз тәрбиеңіз. Енді біздің соңғы сұрағым болсын сізге. Қазіргі тәуелсіз елдің батыр қыздары деп кімдерді атар едіңіз? Қазір тәуелсіз елдің батыр қыздары міне осы. Міне отыр. Мынау деген үлкен жұмыс. Үлкен жұмыс. Барлығы жаудың басын жауып тастауымыз ғой жаңағы ол уақыттағыдай. Бұл қазіргі уақыттағы мына идеологияның басы. Мынандай күннің ыстығы, мынандай пандемияның кезі бізде әр қазақ менің жалғызым дейді ғой. Сондықтан әрбір қызымыз осы білім саласында, мәдениет саласында, әдебиет саласында, әрқайсысы өз саласында қызмет етіп жүрген, соның ұшына шығып, ұшпағын тауып, халыққа игілікті жұмыс жасап жатқан әрбір ауылда кітапханашы қыздарды айтамын мен. Осы жердегі Созақ ауданындағы, бүкіл Түркістан облысындағы түрлі саладағы қыз-келіншектер, бұлардың барлығы өздерінің кәсіптерінің мамандары. Өзі былай қарап отыратын болса, әрбір адамның, мысалға сіз кітапханашысыз, осы жерде қандай кітапханашысыз сіз? Балалар кітапханашысыз қанша бала адам бар? Осы балалар кітапханасында 3 қызметкер. Үшеуі, енді ойлап қараңыз, Созақ ауданында 60 мың халық бар. 60 мың халықтың ішінде 3-ақ қызға келіп тапсырып отырмыз. Балалар кітапханасы сізге қасыңыздағы ер қызға. Сонда сіз 60 мың халықтың ішінде таңдаулы қыздың үшеуін білесіз. Енді екеуі бар осы жерде. Сол сияқты Созақ ауданындағы 60 мың халықтың ішіндегі аудандық газеттің жанды жауапты хатшысы, менен басқа жауапты хатшы жоқ. Солай жұмыс істеу керек әлі. Біреу Алтынсарин атындағы мектептің жаңағы математика пәнінің мұғалімі. Жаңғыз мұғалім 6-шы класста беретін. Басқа 6-шы класста беретін Алтынсарин мектебінде мұғалім жоқ. Солай адам өзіне сондай жауапкершілік арту керек та. Кез келген кәсіпті, кез келген жаңағы аудан әкімшілігінде біз аудандық мәслихатта қай жерде ішкі істер бөлімінде бір қыздан көреміз, сол бүкіл 60 мың халықтың ішіндегі бір маман әрқайсысы. Сондықтан да сондай жауапкершілікпен алатын болсақ, біз өркениет дамиды. Сондықтан да біздің батыр кейіпкерлеріміз солай емес. Сіздер Рахмет, бәрекелді. Осындай әдемі бізге деген ілтипатыңызды білдіріп жатқаныңыз үшін рахмет. Гүлсана, біздің көрермендер тарапынан сұрақтар болса? Көрермендерімізден бір сұрақ келіпті, қоя кетейін. Саламатсыздар ма? Сізге сұрақ дейді. Қазіргі қыздардың бойынан сол кездегі ару қыздардың ерлігін, қайсарлығын көре аласыз ба? Және осы күнгі аруларға қандай ақыл кеңес бере аласыз дейді. Қазіргі қазақ қыздарының бойынан сол кездегі батыр араларымызды оқып көреміз. Өйткені жаңа айтып отырмын ғой, қайбір жаңағы осы сұраққа жауап бергенде отырмын, қайбір салада болмасын, денсаулық саласында кешегі пандемияның кезінде қатты неғып тұрған кезінде дәрігерлердің ішінде қыздарымыз өздерінің өлімге тігіп жаңағы өмірмен қоштасып кетті. Науқастармен жұмыс жасауда. Ол ерлік қой. Мысалы, жігіттермен бірдей қабаттас. Үйінде жары бар, бала-шағасы бар, енесі бар, туған туыстары бар. Соған қарамай, осы қарашақ халықтың денсаулығы үшін алаңдап, ажалмен араша түсіп, міне осындай қыздарымыз бар. Бойынан табылады. Енді бізде қазіргі кезде енді бізде мынандай отыр. Мынау не дейтін еді? Әрбір заманда үлкен кісілер кейінгі өсіп жатқан адамға көңілі толмайтын болған. Ол бола да береді. Ой, біздің кезімізде ондай, біздің кезімізде бұндай, біз баяғыда осындай болғанбыз деген сияқты. Ол заманның ағымына байланысты. Қазір енді техника дамып жатыр, софтвер шығып жатыр, компьютер шығып жатыр, сонымен айналысады, сонымен ізденеді. Мысалға мынау ішкі істер бөлімінде Айжан деген қызымыз өткенде осы жерде іс-шара өткізді, сіздерге. Айжан зорлыққа қарсы деген сияқты. Өзінің маманы қандай керемет.
Анау азаттай Жеткіншек деген ауылға барып, сол жерде жаңағы жағдайы төмен отбасылар көп келді. Мысалға мынау халыққа қызмет көрсету орталығында Салтанат Көшбаева деген қыз бар. 8 баласы бар, кішкентай қыз. Қай уақытта осыны көрген дейсің? Міне, 8 баласы бар, ата енесі бар, жұмысы бар, күйеуі 15 күндік істейді. Бәрі оянып кетіріп отыр. Міне батыр. Ал енді сондай нәрселерді көре білуіміз керек. Біз ылғи жаман нәрсе көрмейді. Міне осындай. Кеше кеңес үкіметінің идеологиясының мықтылығы, кеңес одағындағы идеологияның мықтылығы, авария болыпты, адам өліпті, біреу зорлап кетіпті, біреу ұрып өлтіріпті деген әңгіме көп айтылмайды. Ол жерде тек қана жақсылық айтылады. Адамды гуманизмге тәрбиелейді, жақсылыққа арнау, неге тәрбиелейді? Аналар жылы жауап береді. Ол өз алдына жаңағы қылмыскері жауап беріп жатыр, сотталып жатыр, кетіп жатыр, оны жария алмайды. Бізде бүйтіп қарайсың, авария бір бәле болып, үш бәле болып деп. Ал енді біздің қазіргі жұмысымыз еңбек адамдарын, жаңағы желтоқсанымыз бар, жаңағы ардақты ана бар, жас қыз 8 бала, жас отбасы 8 бала. Міне сондайларды насихаттауымыз керек. Жаңа айжандарды насихаттауымыз керек. Мына кәсіпкерлік салада ауылға су, тұз, нан, киім-кешек әкеліп жатқан кәсіпкерлерді насихаттауымыз керек. Мынау көзге көрінбейтін шаштараз, мынау көзге көрінбейтін жаңағы не дейді, аспазшы, қарапайым еңбек адамдарын әкеліп, еңбек қоғамына 20 адам мыналарға отырғызып, соларды насихаттауымыз керек. Ол деген сияқты. Мына механизатор қыздарымыз, мына шопан, шаруа қожалықтарындағы қыздарымыз қалыс қалмайды. Осыларды да бағасы сол куәсі болады дейді. Бәрі батырлар. Рахмет. Бәрекелді, рахмет. Сұрақтар осымен қорытындыланған сияқты, менің ойымша. Рахмет. Иә. Рахмет. Тағы да қайталап өтейін, тарихтың қойнауынан, әдебиет әлемінен көптеген мағлұматтар беріп өттіңіз. Бізді көріп отырған көз құрақты оқырмандарды саналарына тиді деген ойдамын. Енді мен сізге алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Отбасыңыз аман болсын, деніңіз сау болсын, шығармашылығыңыз табысқа жете беріңіз. Кітабыңыз көптеп шыға берсін дегім келеді. Рахмет. Рахмет сіздерге де. Ал құрметті әріптестер, сіздерге де үлкен рахмет. Ақ тілектің ешқашанда артықтық етпейтіні белгілі. Тағы да сіздерге де алғысымызды білдіреміз. Дәл осындай әдемі жобаларыңыз жүзеге аса берсін, ал біз соның кейіпкері болып, куәгері болып сіздердің осындай шаруаларыңызға қатысып жүре берейік дегім келеді. Рахмет. Енді ана туралы айта берсек, көп дүние айтуға болады. Ана бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербетеді дейді. Сонымен қатар ананың астында жұмақтың кірді деген сияқты жалғай берсек жақсы сөздер көп. Ал енді мен бүгінгі сөзімнің қорытындысын Мұқағали Мақатаевтың Ана атты өлеңімен сөзімді қорытындыласам деп тұрмын. Әрине сіздердің сұрақтарыңызбен. Мұқағали Мақатаев, Ана сен бақыттысың. Ана сен бақыттысың, жыламағың. Жайысып жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен не едің ғой сұрағаным. Сондықтан жыламағым. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып, өз-өзімнен шашылмағым. Байырға берекеңді қашырмағым. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кемел тот басып, тоз басыма. 2 жыл жазсам бір арнап, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазсам сенің есіміңді. Ана, сен бақыттысың. Тербете бер, құба талдан елген кесірімді. Мінекей осылай тамаша өлең жолдарымен мен өзім сөзімді қорытындылаймын. Кітап оқыңыздар, кітап оқып, рухани бай болыңыздар, әріптестерге де тағы да шынайы алғысымды білдіремін. Керемет, Жанқызы. Сізге де шын көңілден алғыс айтамын. Және Мақсат аға осындай уақытыңыздың шектеулігіне қарамай біздің кітапханашыларымыздың өтінішіне келісіп, бізбен осындай керемет сұхбат беріп, керемет әңгімеңізге үлкен алғыс білдіреміз. Біраз мәліметтерді білдік, жаңа Мамұхан айтқандай, енді Құдай қаласа осы мынау тек аяқталып офлайн
өткен кезде өзіңіз айтпақшы оқырмандармен бірге өткіземіз деген ойдамыз. Сіздерге тек қана осы жұмыстарыңызға табыстар тілейміз. Биік мақсаттарға жете беріңіздер. Оқырмандарымызға осындай тарихта қалған аналарымыз, тарихта қалған дана батыр аруларымыз туралы айтуда, насихаттаудан шаршамайық. Сіздерге де мықты денсаулық тілеймін. Қош, сау болыңыздар деймін. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Мақсат аға екеуміз әдемілеп түсірішін иә? Сіз маған жүресіз? Мен WhatsApp-ымды білесіз? WhatsApp сізге кеше Тамағын тауып қойған жоқ па, шай қойып қойған? Рахмет сізге. Эфирді сондай керемет сөзіңіз өзім сәл шоқақтап едім, сізбен отырған бірақ жеңіл болды маған. Рахмет сізге. Мына эфирден шығып алайын.